ойлаған едім. Бірақ та екінші рет қарағаннан кейін Алишер мен Еркебұлан Тоқтар бірдей оң қолды лақтырған болатын. Бір ғана осы соққы үшін қаншама қайталанбалы іс, жаттығулар, қан мен терді кетіру керек болған. Правша мен правша ол бұрыннан бокс жүргеннен оны құлатып только разрездер жатты олар. Правыйға правый, левыйға левый. А мына жерде сен тартасың, алдайсың, өтесің, мына бетке өтесің, мына бетке өтесің. Аяқты бермеу бар. Ішке кіргізбе, сыртқа кіргізбе, оны енді боксерлер түсінетін шығар, байыстар. Сондай ойлар да бар да. Қызық болады Марсельмен. Бірақ бой бір-ақ раунд болады. Ренжімен де менің ойымда бір раунд. Бірақ мен Никулинді ойлаған 4 раунд, 3 раунд болады деп. Мен өзім күткен жоқпын. Біздің ғой 4 раунд. Еркебұланмен енді профбокста болғаннан кейін, ол профбокс бөлек әлем ғой. Иә. Ол жерде сен уже майысуың керексің. Ұратын кезде сәл аяққа отыруың керексің, кішкене белді қосып ұруың керексің деген сияқты ғой. Ұйықта печатка тонкий, 8, жұдырық тигендей болады мысалы. Сен 6 раунд секеңдеп жүре алмайсың, жүруің керексің. Ұрғаның кішкене қаттырақ ұру керексің деген сияқты деймін. Оларды үйретіп, бірақ Еркебұланға айтамын ғой, сен бәрібір сол раздауын ұрасың. Хабибта мысалы қанша жыл ударник дайындап жүрді, бірақ проход кіреді ғой. Иә. Адамның сол айбалтасы деген сол бар. Мына блок қойып, мынаны ұрып, мынаны үйрене бересің профтан. А сен шыққан кезде бәрін өзіңе 100% уверен удар ұрасың. Сол удармен ұрды, сол раздава. Колхозный раздава деп кім айтып еді? Біреу айтты ғой. Сол колхозный раздаваға тиіп құлап атқандар бар. Ал Никулин менталдық жағынан сынып қалды ма, қалай ойлайсыз? Неге шыдамай қалды? Никулин проф